дейді, жастар өздерінің баласы бар. 30 жыл болды ғой біздің егемендігіміз. Сондықтан кішкене өзгеретін уақыт келді. Ол өзгеріс президентке байланысты емес, ол өзімізге байланысты. Мына сайлау деген ол өте үлкен мүмкіншілік. Халық именно сайлауда өз билігін сайлайды. Енді конституцияны білесіз, халық биліктің өзі дейді. Бірақ 30 жылда бізді алдап алдық, біз сеніп оларға ана балалар сияқты алданып, енді өкпелеп жатырмыз төсегімізде. Ойбай құрсын, ол уже баяғыда сайланып қойған деген қазақта сондай сөздер жүр, я. Сол енді шынын айтамын, менің намысыма тиетін нәрсе. Өйткені ондай адамдар өздеріне орысша айтқандай крест қойған. Маған түкте байланысты емес, не болса ол болсын. Ол онда қалай біз адамбыз ғой, өмір сүру деген, әйтеуір біреу күресу керек өміріміз үшін, я. Бірдеме қимылдап, бірдеме жасауымыз керек. Сондықтан мына билікті біз сайлауда өзіміздің бағамызды сезінуіміз керек. Қазір өте бағамыз өте жоғары. Бәрі жүгіріп, немен жүгіріп жүр соншама? Өйткені біздің дауыстарымыз өте бағалы. Сондықтан алданып қалмайық. Мына 30 жыл бойы сайлауда бәрі ой ананы істеймін, ауыздарын көпіртіп ана жол саламын, свет тартамын, үйтем деген өтірік сөздеріне біз сеніп, сосын алып бір, оның ізі қайда, телефоны қайда даже. Қазір қараңыз, кандидаттардың телефоны бар ма? Біз міне, даже менің үйімнің адресі бар. Инстаграм, телеграмда ақпарат көріңіз, енді Google аман болсын, Абенова Майра десең, мына ақпарат өте аз. Өйткені қазір жаңа ғана айттық, бөлінген ақша әлі түскен жоқ, әлі ала алмай жүрміз. Енді пенсиядағы адам, бір пенсиям бітті уже мына немен. Міне, мынаған біз подпишила здесь, оқы тарат деген. Оқы тарат деген, вот мынандай бір бет қағаз, оқыңыз, таратыңыз деген жазып жүріп мынаған. Уже ол да бітті. Енді, сосын енді Қазақстан бойынша мені құдайға шүкір біледі, мына өзі атақ үшін жүрген азаматша емес, құдайға шүкір өз атым, әкем берген атын мен ешқашан тірлеткен жоқ. Тік жүретін адам, тік сөйлейтін адам, өтірік алдамай.